Құрметті оқушым, бұл мәтін есептің берілгені мынадай. Қандай да бір берілген сан бар, соның 6-тан 5 бөлігі мен 3-тен 2 бөліктерінің айырмасы 5-ке тең. Берілген санның квадратын табыңыз. Енді берілген санды әдеттегідей x деп аламыз. 6-дан 5 бөлігі 6-дан 5x, 3-тен 2 бөлігі 3-тен 2x. Осылардың айырмасы азайтамыз. Сол кезде бізде 5 шығу керек. Көрейік. Бұл жерде енді азайты салуға болады, өте жеңіл. 3-тен 2 дегенді біз қалай жазаламыз? Ортақ бөлімге келтірсек, 6-тан 5 азайту 3-тен 2. Ортақ бөлімі 6, 1-ден береміз, 6-ны 3-ке бөлеміз, 2-ден береміз. Сонда 5 азайту 2 көбейту 2 ол 4. 5 азайту 4, 1-ге тең. 6-тан 1x тең 5. X тең 5 көбейту 6, яғни 30 деген сөз. Біз таптық берілген санды, бірақ бізге квадратын сұрап тұр. 30-дың квадраты. Ол 30 көбейту 30 деген сөз. Сонда 900 шығады. Жауабы Б деген сөз.